Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Фируза, мен мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт боламын. Сіздерге мемлекеттік қызметтер бойынша өз қызметімді көрсететін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге арналған керемет сыйлығым бар. Бүгінгі біздің талқылайтын, айта кететін жаңалық тақырыбымыз ол 2024 жылғы 400 МРП грантының жаңа өзгерістері қандай. Өздеріңіз білетіндей, 400 МРП гранты 4 потоктан тұратын болады. 2024 жылы бізде көктем айында, яғни наурыз айында басталады деп жоспарланып жатыр. Енді оған дейін бізде бір ғана ай уақыт қалды. Оған дейін бізде керек құжаттарымыздың барлығын дайындап сақадай сай болуымыз керек. Қайтарымсыз 400 МРП грантына қандай құжаттар қажет? Ең алдымен сізде ЭЦП кілті ашылған болуы тиіс. Ал егерде жоқ болатын болса, біздің қызметімізге жүгінсеңіз болады. Келесі кезекте бізде электронный почта. Электронный почта не үшін қажет десеңіздер, сіздер грантқа өтініштің барлығын, яғни құжаттардың барлығын сіз онлайн тапсырасыз. Сондықтан электронный почта өз атыңызда ашылған болуы тиіс. Келесі бізде ИПО. Сіз болған грантқа қатысуыңыз үшін ИПО ашуыңыз міндетті. Ең маңызды құжатымыз ол бізде бизнес-план. Бизнес-планыңыз сізде өте сауатты жазылған және тақырыбы өзіне сай, және ИПОңызда сол кәсібіңізге ашылған болу керек. Яғни ИПО бөлек тақырыпта ашылған немесе сіздің ашайын деп жатқан бизнес жобаңыз да мүлде бөлек болмауы тиіс. Ал егерде сондай жағдай болатын болса, бұл грантқа өте алмай қалуыңыз мүмкін. Және келесі бізде осы бизнес жобаның маңызды талабы инновационный жоба болуы тиіс. Бізде инновационный жоба дегеніміз сіздің тұрып жатқан жеріңізде, немесе тұрғылықты жеріңіз ауыл қала болсын, сізде өте аз қамтылған кәсіп түрін ашу талап етіліп жатыр. Ал егерде барлығында бар кәсіп болатын болса, оның қолдау алу өте қиын. Жас аралығы бойынша маған көп сұрақтар келіп жатады. Оның бірі зейнет жасындағы үлкен кісілер қатыса ала ма деп сұрап жатады. Жоқ, тек қана 21 және 35 жас аралығындағы әлеуметтік топтарға жататын азамат-азаматшалар ғана қатыса алады. Және сізде тағы бір құжат, әлеуметтік топқа жататын болсаңыз, әлеуметтік топтағы сізде дәлелдейтін құжатыңыз болу керек. Сол құжатта болуы тиіс. Және келесі бізде бизнес бастау орталығынан сертификатыңыз болуы тиіс. Бұл қайтарымсыз гранттың маңызды талаптарының бірі әлеуметтік топтарға міндетті түрде жатуыңыз тиіс. Бұл қандай әлеуметтік топтар десеңіздер, көп балалы отбасылар, АСП алатын отбасылар, мүгедектігі бар азамат-азаматшалар және мүгедек бала асыраушы отбасы, қандастар және асыраушысынан айырылған отбасылар. Егерде сіз осы топтардың біріне жататын болсаңыз, сізде өз мүмкіндігіңізді пайдаланыңыз. Тағы бір айта кететін жайт, сізде белгілі себептермен арест немесе черный спискта болмауыңыз керек. Налоговыйда ешқандай қарызыңыз болмау керек, немесе несиелеріңіз бойынша просрочкада болмауыңыз тиіс. Бұл өте маңызды. Ал егерде сізде бұрында просрочка болған болса, бұл әсер етпейді, бірақ данный момент сіз қатысатын уақытыңызда мүлде ондай қарыз деген проблема болмауы тиіс. Барлығын жауып, ашатын барлығын дайындап қоюыңыз керек болады. 2024 жылғы қайтарымсыз 400 МРП грантының маңызды өзгерісі ол бізде 400 МРП гранты ұлғайды. Яғни былтыр бізде 1 380 000 теңге болған болса, биыл 1 480 000 теңге болды. Өйткені 2024 жылы бір МРП саны көбейген болатын, соған байланысты бізде грант сомасы да ұлғайды. Және бұл мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Бизнес бастау орталығынан сертификатты қалай және қайдан аламын десеңіздер, оның екі жолы бар. Бірінші жолы жұмыспен қамту орталығына барып, белгілі бір кәсіп түрін оқып, сол бойынша тест тапсырып, яғни 2 аптадай уақыт бойынша ала алсаңыздар болады. Ал екінші түрі бізде, олай менің уақытым жоқ, немесе олай барып оқығым келмейді, маған тезірек керек десеңіздер, біз сіздерге 1-2 сағат ішінде дайындап беретін боламыз. Төмендегі номерлерге жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызды біз сонда консультация арқылы жауап беретін боламыз.